Ассалаумағалейкум. Мен бір сіздерге бір қызық деп қызық емес, шыжық деп шыжық емес, бұрынға бір 41 жылға бір Астанада баяғыда Рамазан деген үлкен бір кісі болатын, ірі кісі болатын, мұртты келген. Ол охрана болып істейтін, мен неде істедім, бір неде істедім. Сонда сол кісі айтады, Атбасар деген, ол немене, ол қандай Атбасар деп сұрадым ғой мен. Енді шын өтірігін білмеймін мен Атбасардың тарихын. Атбасар деген Астананың бер жағында ма, ар жағында ма Атбасар деген жер бар екен. Сол Атбасарда жаңа кісі айтады, жаңа кісінің айтуы бойынша. Енді айтады, ана Атбасарда мен сұрадым ғой, бұл неге Атбасар? Неге қара ат, көп ат, ағат деп қоймады? Атбасар деген не деген үлкен сұраққа ол аға, Рамазан деген аға бұлай жауап берді. Совет өкіметінің кезінде 41 жылы ма, 40 жылы ма, әйтеуір білмеймін. Совет өкіметінің кезінде бір не болған екен. Бір үйдің, бір кісінің 4 аты болған екен. Біріншісі, бір айғыр, 3 аты, 3 анда несі болған екен. 2 ат, бір құлыны ма, сондай болған екен. Сөйтіп, 41 жылы сол Атбасар жақтан қазақтың аттарына не түскен ғой. Соғыста атты әскерге не керек болған? Ат керек болған. Немістермен соғысар кезде. Сөйткендағы ат қайда бар? Ат Қазақстанда. Сонда ана Рамазан деген кісі айтады, 41 жылғы соғыста атты әскер бар ғой. Сол атты әскердің астындағы аттарының бәрі қазақтікі дейді. Болса болған шығар, басқа бір жерлерден бір 50-60, бір жарты қора бірден ат болған шығар. Бірақ көбіне көп сол 41 жылғы алғы деп соғысқан Чапаевтың астындағы атынан бастап қалғанның бәрі біздікі екен ғой. Қазақстандағы аттар екен, қазақтың аттары екен. Сөйтіп, сол соғыста нені, жаңағы атты бір шалдың үйіне келсе, жаңағы шалдың үйінде бір айғыры бар, қалған бір 2 биесі бар, сосын бір жаңағы кішкентай құлыны бар екен. Биеге келсе, келіпті ана қораға келіп, біз ана қызыл әскер қоя ма саған? Есікті аш деген, ашса бір қызыл айғыр тұр дейді. Қызыл айғырдың басында қасқасы бар дейді. Қасқа бетіп келеді дейді, бір жағы ұзын болып келеді дейді. Бір жағы тік сызық дейді, ана ақты қызыл айғыр дейді. Екіншісі бетіп, мынандай 3 бұрышты болып келеді дейді. Бір айғыр ат маңдайында бір сызық, сосын былай болып келеді дейді. Сонда бір 3 бұрышты бұл сызық, сондай бір ерекше бір не болған, маңдайында қасқасы болған. Сол ана биені көрген біреу буаз, ананы көрген ақсақ, сосын ана кішкентай құлыны көрген, ол жаңағы әскерге жарамайды кішкентай. Сөйтіп, ол атты айғырын алып кеткен ғой. Содан енді не істейді? Шал жыласын ба? Жылап қойған шығар енді. Сөйтіп, арадан 6 ай өткен ғой. 6 айдан кейін жаңағы 6 ай ма, 7 ай ма сондай өткені, бір талай уақыт өтіпті арадан. 6 айдан көп өтсе де білмедім бірағын. Сөйтіп келіп қараса, ана айғыр есіктің алдында бір ат тұр дейді да, жаңағы шалдың есігінің алдында. Анандай есікке келіпті. Сөйтіп, көздері бақырайып қалған, ана арықтан келген, жаңағы қабырғалары бүйтіп қақырайып көрініп, сүйегіне терісі ілініп, бүйтіп келіп тұр дейді.
мынау қандай ат мынау, танымай қалған ғой. Сөйтіп ана иесін келіп иіскеп жатыр дейді ана шалды. Сөйтсе маңдайындағы мынандай бір үш сызықты танып қалған ғой. Мынау менің атым ғой мынау. О деп содан жаңағы су беріп, кішкене су беріп, шөп беріп, сөйтіп сол күні жатқан ана әйелдермен бала шағасымен бір иіскеп әрқайсысын. Сөйтіп келіп таңертең су беріп, сөйтіп таңертең басында отырып, өйтіп, таңертең тұрып, тағы да су берем, сүт берем деп, жаңағы шал томпаңдап аттың алдына барса, ат өліп қалыпты дейді. Сонда осы жерден Қазақстаннан алып кеткен Германия жаққа ма, құдай білсін қай жерде соғыс болған. Содан бері қарай ат келе берген ғой, жайылып келген, үйтіп келген, келе берген. Ешкімге ұстатпай аман есен иесіне үйіне қорасына келіп, қатын бала шағасын бір иіскеп, сөйтіп ана айғыр сол жерде өліпті дейді. Рамазан деген Астанада тұратын бір кісі айтады. Енді қара, қызықты кино ма? Кино қызық қой. Қызық, қазақтың бұл да тарихы. Тарих қой. Тарихтың ішіне кірген бұл да не дейді. Сонда бұл нені білдіреді? Бұл жылқының келуі, бұл жылқының келіп, иесіне қорасына келіп өлуі, иесін иіскеп, иесінің қолынан шөп жеп, бала шағасын иіскеп, келіп қорасында өлген. Бұл нені білдіреді? Мінекей, егер осының мына киноматаристер бар ғой қазір, былшырап, әркімнің тарихын бір түсіріп, ырбаңдап, не дейді, орамса попутали, что ли, деп бүйтіп жүрген киноматаристер, не орыс емес, не қазақ емес, бір қашырма, сондай бірдеңе тілде сөйлеп, ит пен сідіктің киносын түсіріп, не бол, бір қазақ емес, өзінің ұлтын мазақ қылып түсіріп жүрген киноматаристер бар ғой. Қараш, киноматаристер қараш, келіп түсіріп атқан киноларын қара. Жоқ, қашыр тілінде кино түсірмей деймін да, қазақша, мөлдір қазақшаны түсіріп, сосын орысша аударып, орысша киносын шығарып қой деймін да. Не деген аны? Братишка, мында кеш бері. Не деген сөз, қараш, мұны киноматаристер біздің қазақ деген ұлтты мазақ қылып отыр. Айналып келгенде соған келеді, мазақ қылғанға келеді. Енді бұл жерде менің айтайын дегенім, неге осындай тарихи киноны түсірмейді? Қайда біздің тарихи қашыр тілінде емес, нағыз қазақ тілінде болған кино қайда? Депутат мырзалар, мәдени министрі, мәдени депутат қайда? Неге осыған қашыр тілін алып тастап, неге мынандай тіл бар, мынау орыс тілі болса, мынау қазақ тілі болса, екеуінің ортасын не ұстап тұр? Қашыр тілі ұстап тұр. Қашыр деген білесің ба? Ат пен есектің ортасынан пайда болған мақұлықты қашыр дейді. Сол қашыр тілінен пайда болған тілменен келіп, мәңгүрт қой, мәңгүрт тілді алып тастау керек. Бұлай мен айтайын дегенім, мәңгүрт тілді алып тастағанда қазақ тілі бөлек шығады, орыс тілі бөлек болады. Сонда ортасында ұстасып тұрған қашыр тілді алып тастаса, сонда солай болады. Мінекей, мәдениет министрлігіне айтайын дегенім, қайда біздің осындай тарихи кинолар? Біздің мәдениетіміз қайда? Егер осы киноны шығарға тек іштің орыстарды, анау қырғын соғыс, орысты, қазақты, басқа ұлттарды түсірмей-ақ қой. Керек емес. Тек осы аттың өзі не деген мағынаны білдіреді? Орыстың совет өкіметінің келіп басынып, қазақты үйіне келіп алып кетті ғой. Сонда қазақ ұлтын келіп басынып, жылқыларын алып кеткенді көрсетеді.
ана жылқыны алып кеткен, соғысқа алып кетті ғой, алып кетті. Сонда ана жылқы қайтып келді. Қалай қайтып келді? Сонда ана аттың үстіндегі адамға оқ дейді ма, бірдеңе болып қайтып келді енді ол. Ана жылқының жолы болды да үйіне келуге. Бірақ жол азабы, көр азабы келіп, соншама жол жүріп келіп, не қылды? Өлді үйіне келіп. Құдай білсін, жолда біреулер ұстап алып мінді ма, одан қашып кетті ма, балалар ұстап алып мініп шөп бермей емді не қылмады ма, кім біледі енді. Оның ол жылқының көрген азабы сол жылқының басында қалды. Міне қара, не деген нені көрсетеді мынау, қаншама тарихты көрсетеді. Мінекей осыны мына мәңгүртше кино түсіріп жүрген, қазақтың ұлтын мазақ қылып жүрген киноматаристерге мінекей осы тақырыпты киносын шығаруға сұранамын. Мәдениет министрлігі осы тақырыпта бір кино түсіруіңізді сұрайын. Егер мені сұрап отыру, менен осыны кім естіп отырса, осы тарихты, мінекей қаншама адам қолдайтын шығар енді бүгін енді мені. Сол қолдап отырған адам 1000-нан асса, мүмкін үлкен не болады екен, сұрақ болады екен. Бұл мәдени. Егер мені көрген адамдардың бәрі лайк басып, дұрыс, ана деген 1000-нан астам адам жаңағы лайк басып не қылып отырса, ол значит, ол бүкіл қазақ қолдады деп не қылуға болады екен, есептеуге болады екен. Енді лайк бассын деп жаңағы онда хитрством айтып отқан жоқпын. Мына кино шықса кімге жаман? Сол кезде егер бұл кино шықса, өзге ұлттарға да ой салады. Сонда Совет өкіметінің баяғы соғыста атты әскердің барлығы біздікі екенін ой салады. Көрдің бе? Ана Совет өкіметінде атты әскер өз соғыста, атты әскер, жаяу әскер, танковый әскер, тағы бірдеңе сондай әскерлер топ-топ болып бөлінді ғой. Сол кезде атты әскердің астындағы аттың барлығы қазақтың жерінен шыққан аттар екен. Ал енді өздеріңіз біліңіз, енді мен айттым. Мәдениет министрлігі қолдасаң да осы, қолдамасаң да осы.